Достар, қайырлы кеш болсын. Біз хотя бы трендтің енді түсірейін деп жатырмыз. Бірінші нұрекең бастайын деп жатыр. Давай. Ал, сынай көрейік. Хотя бы мен енеме тамақ істетіп қоймаймын. Вот это поворот! Сондай айтпаймыз. Сразу ма? Мен жұмыста болып қаламын ғой. Ана ішіне жиналып жүр ғой кәдімгідей. Мен хотя бы футболға бару үшін өтірік айтпаймын. Өтірік айтамыз. Өтірік айтасың ба? Хотя бы мен жолда кеп бартып, бір ресторан көріп, мен тамақ ішкім келіп тұр деп айтпаймын. Ты ожидал, да? Ужас! Мені ашқарақ етіп көрсетуші. Сондайсың короче. Ладно. Хотя бы мен өз баламның көтенін боғын жуып ауыстыра берем. Типа, мен еркекпін деп отырмаймын. Өйтіп шандай. Ауыстырамын ғой. Ал, ұрыс басталды. Кеше ғана ғашық. Хотя бы мен полкамда киім үйіліп тұрады да, бірақ киерге киім жоқ деп айтпаймын. Мен хотя бы андай емеспін. Мен балық өнімдерін вообще жемеймін деп алып, форель ғана жеймін деп өтірік айтпаймын да, короче. Қалай ол балық вообще жемеймін деп форель жеген. Форель жеп отқан қалай екен? Ят болып қалды? Жоқ қой, таба алмайды ғой бейшара. Мен жамандық таба алмайды. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, Мәке. Еще мен андай емеспін. Өзім балық жемей, еще балық аулауға баратын адам емеспін. Қалай ол былай? Балық жемейсің, бірақ балық аулауға барасың. Бір түрлі ғой. Хотя бы мен өз киімдерімді полкаға жинап қоямын. Мә, типа өш алып жатсың да? Хотя бы мен өзі қыдыру үшін балалардан айтып келейік деп айтпаймын да. Мамалар мені түсінеді деп ше. Хотя бы мен өзімнен бойы ұзын адаммен үйленбегем. Хотя бы мен өзімнен бойы кішкентай адаммен үйленбегем. Ужас. Хотя бы мен қыдырғым келмей тұрса да біреудің көңіліне қарап, жарайды онда қыдырайық демеймін. Бітті? Все.